Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Алпысбаева Кәусар, Қарағанды облысы, Бұқар-Жырау ауданы Үштөбе ауылының 5-ші сынып оқушысымын. Бүгін мен сендерге Мәншік Мәметова апамыз туралы айтатын боламын. Мәншік Мәметова 1922 жылы Орал облысы Орда ауданы Жасқұс ауылында дүниеге келген. Шын аты Мәнсия. Әке-шешесі үлкен қара көзіне қарап, баланы еркелетіп, моншағым деп атады. Өзінен атын сұрағанда бала Мәншік деп жауап берген. Солай аты Мәншік боп қала берді. Мектепті бітіргеннен соң Мәншік медицина институтына оқуға түсіп, дәрігерлік мамандық алған. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда Мәншік 18 жаста болатын. Бір жыл бойы Мәншік өзін әскерге жіберуді өтінді. 1942 жылдың 13 тамызында Алматыдан 100-ші атқыштар бригадасымен майданға аттанды. Мәншік соғыста дәрігерлік қызметті атқара жүріп, пулемет атып үйренеді және ең жақсы пулеметші атанады. 1943 жылы Невель қаласындағы ұрыста Мәншік ауыр жараланады. Сонда да күшін жинап, 70 жаудың көзін құртады. Сол майданда Мәншік ерлікпен қаза табады. 1944 жылы соғыста көрсеткен ерлігі үшін Мәншік Мәметова Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Міне балалар, енді сендер Мәншік Мәметова апамыз туралы білесіңдер. Ол кісі елін жерін жаудан қорғаған кісі. Ерлік ешқашанда ұмытылмайды деген осы. Ал бүгінгі хабарымыз осымен тамам. Сау болыңдар. Ақылға кең дария, Мәншік